Маған кішкене ғана адам жетіспей тұреді. Сол үшін тіркеліп, лайк басып кетсеңіздер, ренжімеймін, керісінше қатты қуанып қалам. Ал енді бүгінгі әңгіме қызық болады. Соңына дейін тыңдаңыздар. Менің атым Айнаш. Биыл 53-ке толдым. Бірақ ішімде кейде әлі де 25-тегі қыз сияқты сезімдер оянып кетеді. Өзім де түсінбей қалам. Осыдан 10 жыл бұрын күйеуім қайтыс болды. Содан бері өмірім бір қалыпқа түсіп кеткен сияқты. Таңертең тұрам, шай ішем, теледидар қосам. Бірақ қарап отырғаным есімде қалмайды. Кейде өзім сөйлеп кетем. Сосын бір сәтте тоқтап, Айнаш, қойшы, кіммен сөйлесіп отырсың? Деп өзімді ұялтып алам. Балаларым ержеткен, әр қайсысы өз өмірімен әлек. Маған, Анашка, өзіңізді күтіңіз дейді де, қайтадан жоқ болып кетеді. Ал мен де күтіп жүрмін. Бірақ нақты нені өзім де білмеймін. Бір күні есік қағылды. Айнаш, ашшы, мен ғой, деген дауыс шықты. Дауысты бірден таныдым. Бұл менің үлкен әпкем Анар. Есікті ашсам, баяғыдай күлімдеп тұр. Жинал, сен алып кетем, деді бірден. Қайда? Дедім таңғалып. Ауылға, біраз бізбен тұр. Жалғыз өзім жата бермей. Қойшы, мен ауылға барғанда не істеймін? Дедім. Не істейсің? Тірі адам сияқты өмір сүресің, деді. Сол сөзі маған қатты тиді. Бірақ рас еді. Сөйтіп көп ойланбай, келесі күні бірге жолға шықтық. Ауылға жеткенде бірден көңілім ашылып кетті. Ауасы басқа, адамдардың өзі бір жылы. Үйге кіргенде жездем Талғат қарсы алды. «О, Айнаш келді ғой», деді күліп. Бірақ оның көзқарасы бір түрлі еді. Бұрынғыдай емес, бір түрлі. Ұзақ қарайды. Мен бірден байқап қалдым да, көзімді тайдырып әкеттім. «Қалайсың?» дедім. «Енді жақсы, сен келген соң», деді ол жай ғана. Мен іштей, «Ей, Талғат, сөзді де қызық айтасың екен», деп күліп қойдым. Бірақ жүрегім бір түрлі қозғалып кетті. Кешке дастархан басында отырдық. Анар ас құйып жүр, ал Талғат анда-санда маған қарап қояды. Мен ішінен, «Айнаш, тыныш отыр, өзіңе өзім проблема жасама», деп отырмын. Бірақ неге екенін білмеймін, көңілім бір түрлі. Түнде ұйықтайын десем, ұйқы жоқ. Біресе оңға, біресе солға алмай берем. 53-ке келіп, не болып бара жатырсың өзі? Деп өзімді ұрсып та қойдым. Бір кезде сырттан бір дыбыс естілді. Есіктің сықыры. Анар шығар, су ішкелі тұрған шығар, деп ойладым. Бірақ жүрегім тарс-тарс соға бастады. Баяу ғана орнымнан тұрдым. Есіктің тұтқасы ақырым қозғалды. Сол сәтте ішімнен тек Талғат болмаса екен, деп ойлап үлгердім. Бірақ есік жайлап ашылды. Мен демімді ішіме тартып, қимылдамай тұрып қалдым. «Айнаш, ұйықтамадың ба?» деген баяу дауыс естілді. Талғат? Ішімнен, ойпырмай, дәл осы адам керек еді түн ортасында, деп қойдым. «Жоқ, су ішкелі тіредім», дедім. «Мен де», деді ол. Ішімнен, «Бүгін бәріміздің шөліміз бір уақытта қысып тұр екен ғой», деп күліп алдым. Ас үйге қарай жүре бердім, бірақ оның артынан келе жатқанын анық сезіп тұрмын. Түн тыныш, бәрі ұйықтап жатыр, ал біз екеуміз ғана су ішіп жүрген адамдар. Стаканға су құйып тұрмын, қолым сәл дірілдеп кетті. «Қолым тоңып тұр ма?» деді ол жақындап. «Жоқ, жай ғана, суық су ғой», дедім сылтау тауып. Ол тағы бір қадам жақындады. Тым жақын. Жүрегім бірден жылдам соға бастады, ал ішкі дауысы, «Айнаш, тоқта, бұл дұрыс емес», деп сыбырлады. Бірақ ішімнен өзімді жұбатып, «Қойшы, жай ғана тұрмыз ғой, ешкім ештеме істеп жатқан жоқ, әзірге», дедім. «Сен бұрында осындай едің», деді ол кенет. «Қандай?» дедім. «Сыр бермейтін, бірақ бәрін сезіп тұратын». Мен бірден күліп жібердім. «Қойшы, психолог болып кеткенсің бе?» Ол да жымиып қойды. «Жоқ, жай байқап тұрмын», ішімнен. «Әй, байқамай-ақ қойсаңшы, тыныш жүрейік деп отырмын». Бір сәтке екеуміз үндемей қалдық. Тек сағаттың тықылы естіледі. Сосын ол баяу ғана, «Айнаш, сен бақыттысың ба?» деп сұрады. Ішімнен, түннің ортасында қандай сұрақ қойып тұр? Күндіз сұраса болмай ма? деп ойлап қалдым. «Әдеттегідей»,
дедім. Ол басын изеді, бірақ көзін менен алмады. Сол көзқарас ұзаққа созылып кеткендей болды. Кенет аяқ дыбысы естілді. Екеуміз де селк ете қалдық. «Кім?» дедім сыбырлап. «Анар», деді ол. Ішімнен «Құдай сақтады» деп терең дем алып қойдым. Бірақ неге екенін білмеймін. Ішімде біртүрлі тағы да сөйлескім келіп тұр еді деген ой жылт етті. Біз тез-тез екі жаққа тарадық. Мен бөлмеме кіріп, есікті жауып алдым. Арқамды тіреп тұрып қалдым. Жүрегім әлі тынышталмайды. Ал ішкі дауысы: «Айнаш, сенің бұл су ішуің әлі біраз жалғасатын сияқты», деп сыбырлады. Таң атты. Көзімді аштым. Бірақ бірден тұрғым келмеді. Ішімнен «Кеше не болды өзі?» деп жатып қалдым. Бір жағынан ештеңе болған жоқ, бірақ бір жағынан тым көп нәрсе болған сияқты. Ас үйден ыдыс-аяқтың дыбысы естілді. «Айнаш, тұрдың-ға?» деді Анар. «Иә, тұрдым», дедім, бірақ әлі төсектем. Ішімнен тұрдым дегенмен жаным әлі ойланып жатыр. Сәлден кейін тұрып, бетімді жуып, ас үйге кірдім. Анар әдеттегідей шай құйып жүр. «Жақсы ұйықтадың ба?» деді. Мен бір сәтке тоқтап қалдым. Ішімнен енді не деп жауап берем? Жақсы ма, жоқ па? «Иә, жаман емес», дедім қысқа ғана. Сол кезде Талғат кіріп келді. «Қайырлы таң», деді жай ғана. Бірақ көзі кеше түндегідей тура қарап тұр. Ішімнен «Таңертеңде басталды ма?» деп қойдым. «Қайырлы таң», дедім сабырлы түрде. Анар ештеңе байқамағандай өз тірлігімен жүр. Ал біз біртүрлі тыныш. Бірақ сол тыныштықтың өзі бәрін айтып тұрғандай. Шай ішіп отырмыз. Талғат анда-санда: «Айнаш, нан алшы». «Айнаш, шай ұясың-ға?» деп мені ғана шақыра береді. Ішімнен: «Ей, үйде тағы бір адам бар ғой, бәрін маған істетіп қойдың ғой» деп күліп отырмын, бірақ сыртқа білдірмеймін. Анар бір кезде: «Бүгін базарға барып келем», деді. Мен бірден: «Мен де барайын», дедім. Ішімнен: «Жалғыз қалмайық, қауіпсіз болсын». Бірақ Талғат бірден: «Жоқ, сен демала бер, кеше жолдан шаршадың», деді. Мен ішімнен ойпырмай: демал деген жақсы ма, әлде басқа ой бар ма? Анар ойланып: «Иә, дұрыс айтады, сен үйде бола бер», деді. Болды, шешілді. Бір кезде Анар жиналып шығып кетті. Есік жабылды. Үй іші тыныш. Өте тыныш. Ішімнен: «Айнаш, енді не істейсің?» Мен залда отырғандай болып, теледидарды қосып қойдым. Бірақ қарап отырғаным жоқ. Құлағым ас үй жақта. Талғаттың қадамын күтіп отырғандаймын. Бір кезде аяқ дыбысы естілді. Жүрегім бірден тарс, тарс. «Айнаш», деді ол жай ғана. Мен бұрылмай: «Иә», дедім. «Жалғыз қалдық», деді ол. Ішімнен соған өзінде қуанып отырмын ба, қорқып отырмын ба, түсінбей қалдым. Ал ішкі дауысы: «Айнаш, тыныш отыр, артық қадам жасама», деп сыбырлады. Бірақ ішімнен күліп: «Қойшы, жай ғана сөйлесеміз ғой», дедім. Сол сәтте ол маған жақындай бастады. Ал мен орнымнан тұрайын десем, тұрмай қалдым. «Неге үндемей қалдың?» деді Талғат. «Жай ойланып қалдым», деді Айнаш. Талғат жақындады. «Сен менен қашып жүрсің», деді. Айнаш жеңіл күліп: «Қайда қашам? Үйдің ішінде ме?» «Байқап жүрмін», деді ол. «Сен тым көп байқап жүрсің», деді Айнаш. Бір сәт тыныштық. «Мен тек сөйлескім келеді», деді Талғат. «Сөйлесіп жатырмыз ғой», деді Айнаш. Ол тағы бір қадам жақындады. Айнаш бір қадам шегінді. «Жақындама, әйтпесе шынымен қашып кетем», деді ол жеңіл ғана. Сол кезде есік қағылды. «Айнаш, ашшы!» деген дауыс шықты. «Анар келді», деді Айнаш бірден. Есікке барып ашты. «Ой, тез келдің ғой», деді. «Иә, бәрін бітіріп келдім», деді Анар. «Сағындың бар ма?» деді ол күліп. «Иә, үй тым-тыныш болып кетті»,
деді Айнаш, Анар күліп ас үйге кірді. Қараңдаршы, не әкелдім, деді. Айнаш бірден қасына барды. Маған бер, көмектесейін, деді. Мынаны ұстап тұршы, деді Анар. Ұстап тұрмын, деді Айнаш. Талғат та келді. Үшеуі ас үйде. Әңгіме, күлкі, бәрі қалыпты сияқты. Бірақ Айнаш пен Талғат бір-біріне тура қарамайды. Тек көз қиығымен ғана. Анар байқамайды. Бір кезде Анар тоқтап, Айнаш, мен көрші ауылға